Кайырлуу күн, курметтүү устоздар. Бүгүн сиздерге дәл осындай анимациялык видео жасоо түрлөрүн үйрөтөмүн. Эң алдымен бизге PowerPoint бағдарламасын ашамыз. PowerPoint бағдарламасымен пишимдерди, сүрөттөрдү жандандырууга болот. Создать слайд батырмасын басып, таза бетти алып, өздөрүңүздүн кез келген сүрөттөрүңүздү койсоңуздар болот. Мен дайынын алдым. Әрине, өзім дайындап қойдым. Біріншіден, сіздерді дәл солай дайындап жұмыс жасасаңыздар болады. Бүгін екі элементтен тұратын ең оңай анимациялық презентация жасаймыз. Мышканың оң жақ батырмасын басып, дублировать слайд батырмасын басамыз. Суретті, екінші элементті үлкейтіп, алдыға қарай жылжытамыз. Келесі дәл солай оң жақ батырманы басып, дублировать слайд басып, тағы да екінші элементті үлкейтеміз. Келесі дәл солай жасап, сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген суретті алдын ала дайындап, дәл осылай жандандыруды жасаймыз. Тағы да дублировать слайд. Суретті үлкейте береміз. Алдыға қарай жылжытамыз. Келесі тағы да дублировать слайд батырмасын басамыз. Мына элементті удалить батырмасын басып, удалить етіп тастаймыз. Одан кейін переход батырмасын басып, после батырмасына осындай белгіні қоямыз. Белгіні қойып болғаннан кейін применить ко всем батырмасын басамыз. Показать слайд батырмасын басып, сначала батырмасын басып, біздің анимациямыз жанданды. Дәл осылай жасап үйренсеңіздер, менімен бірге қайталап жасасаңыздар болады. Бүгінгі PowerPoint бағдарламасымен осындай элементтерді жандандыру сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.